Уақытты көріп отырсың, қалайсың бірақ өтіп жатқан. Бірінші семестрің өтті де кетті. Стипендияңнан құладың, қайтып анау сиырдың ашасын шығармады, оқуыңның ашасын төреге. Ой мама, қош бол жарай. Қалаға барғансың, қыздарды жолама, қыздар деген бәрі бәле болады. Ертең біреу жетектеп әкеліп жүрмейсің ба? Қыздар деп жүргенде что? Ей, анау Бердібектің баласын көріп отырсың ғой, екіқабат біреуді әкел. Қазір отыр, оқуда жоқ, жұмыста жоқ, қамда жоқ. Живой привет саған. Анау саған копченый бал кураторына бересің, пивасыңды ішін алдап соғып қой. Ал сарымай, общагіне барасың да сразу холодильникке тұқтың ба? Ал мынау фарш, әдейі сендерге оңай болсын деп өткізіп қойған болатын. Амана сумка барлығын тасыйын ба сонда? Тасқан анау балалардың көзі бақырайып ертең ұят болады ғой мынау. Ешнәрсе әкелмеген ба шәкәрім деп айтады ғой. Бұл нече ар жақта бір сумка ет бар. Ол анау майда-шүйда еттерді анау Күлпәйша, Рабиғаларға бересің. Ал анау қасқарта шалжайына сені оқуға түсірген Бағдәулет бар ғой. Соған бер. Ертең сенің оқуыңа да көмектесіп стипендияңды алып беремін деп отыр. Ешкімге айтпа сосын мені оқуға түсірген сол деп. Мен саған барлығын айттым ғой. Оқуына өз білмей түс деп барлығын дайындап бердім, киімдеріңді салдым. Пойызға осы киіммен мінесің, шлюпкаңды алып ал. Болды енді. Мынау енді аз-аулақ ақша үнемдеп жұмса. Саған сенеміз боламын енді. Үмітті ақташы енді болды. Өмір сыйладың мәпе